тыңдау мен жаттап 15-16 жасында түстім негізі. Үйіміз Дүйсенбек Бекзатхан Нұр Мүбарак университетінде қазір теология факультетінде оқып жатырмыз. Құранға 15-16 жасында түстім негізі. Үйіміздің қасында мешіт болатын. Азан естиміз, қызығушылық басталды. Жалпы Омардың қызығушылығындай болды ғой біздің. Жалпы күнде 5 намазынан бастап, жалпы құптан намазына дейін отыратын. Сол мешітте жамағатта сабақ алуға келеді. Сол жамағаттар мұғалім сәниді үйренеді. Сол кісілердің тәжвидіне қарап, сол кісілердің үйренуіне қарап тыңдап отырып жатады. Құранға бір-екі ай, 3 айдың көлемінде түстім негізінде. Әріптерді нақтылап шығару мәселелерін, солардың кейін жайымен үйрене бастадық. Тыңдау мен жаттап. Құранға есту арқылы, құлақпен естіп жаттап. Ұстаздардың жаттатқызғаны 3 пара жаттатқызды. Бәрін тыңдаумен жаттатқызды. 2 жылда 2 пара жаттап шықтым. Ұстаздан үйреніп, сол ықыласты болу керек. Тұрақтылық болу керек. Жұмыс жасағанда да бір жұмыста әйтеуір жасап кететін болсаң, бастығыңнан орыс естисің, бір жұмысқа шығып кетесің. Сол үшін бастықтан орыс естімеу үшін қолыңнан келгенше дейін орындайсың. Бұл Алланың сөзі болғаннан кейін үйренген дұрыс.